Araylam, and I want to share my experience from fifth week. And I think it will be good if I will explain it in a Kazakh. Сонымен бастайық. Бүгінгі видеода мен өзімнің 5-ші аптадағы істеген тапсырмаларым туралы айтатын боламын. Маған 5-ші аптада готовый дизайн бойынша лендинг пейджді верстать ету тапсырмасы берілген болатын. Ол лендинг пейджді біз тек қарапайым JavaScript арқылы жазуымыз керек болған болатын. Және де соны көрсетем. Маған берілген Figma дизайн ол мынау болатын. Бұл жақта көптеген секшндары бар, бірақ маған тек главный пейджді көшір деп айтты. Және де бұл жақта көптеген функциялар болды. Мысалы, мына жерде обратный звонок деген баттонды басқан кезде бізде осындай карточка шығу, және де аяқтан линиялар шығу деген секілді көптеген тапсырмалар болды. Және де бізде мына жерде карусель бар. Карусель қозғалған кезде жасыл линия шығу керек деген секілді. Одан бөлек көптеген слайдерлар, также футерлар болды. Осының барлығын мен тек қарапайым JavaScript арқылы жасадым. Соның кодын көрсетем. Коды өте қарапайым, тек HTML, CSS, JS. Және де оның результаты менде осылай шыққан болатын. Бұл тапсырманы орындау барысында маған қиын болған зат ол именно адаптивный версиясы. Себебі бұл жақта байқап отырсаңыздар, және де scroll down деген жұмыс жасап тұр. Мынандай мелочтар өте көп болды. И осының барлығын маған без готового дизайна өзіме жасау керек болды да. И сонысы қиын болған болатын. Мынаның барлығы мен жасаған жұмысым. Нақты осылай. В целом осы и мобильный версиясын осылай көрсете салсам. Примерно осылай шықты. Және де маған тапсырыс берушіге бұл дизайн ұнады. Ол бұл тапсырманы қабыл алды. Және де 5-ші аптаның тапсырмасы в целом осы болған болатын. Проектті полностью верстать етіп, оның мобильный версиясын жасау. Менің менторымның маған берілген фидбэкі, ол бұл тапсырманы өте жоғары деңгейде орындалған деп айтты. Себебі ол әншейін JS болса да, бүткіл функциялардың қолданылғандығы үлкен плюс деп айтылды. Және де адаптивный версиясы өте жақсы шыққан деген болатын. Осымен 5-ші аптаның тапсырмасы аяқталды. Бәріне рахмет. Сау болыңыздар.